Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге осындай керемет, өте дәмді үй жағдайында жасалынатын салат бірге жасайтын боламыз. Бізге қажет болады піскен ет және де піскен жұмыртқа және де шұжық, сыр және қияр қажет болады. Және де осындай банкідегі горох немесе жүгері қоссаңыздар болады. Піскен етімізді ұсақтап турап салып аламыз. Одан соң сырымызды да дәл солай ұзынша етіп жіңішке турап аламыз. Етімізге қосып шұжығымызды да дәл солай ұзынша турап аламыз. Бұл салатымызға керемет вид беру үшін және де әдемі болу үшін мінекей осылай турап аламыз. Ешқандай көп қаражаттың да қажет етпейді. Қиярды да дәл осылай ұзынша етіп турап аламыз. Піскен жұмыртқамызды да дәл осылай ұзынша етіп турап аламыз. Көп қаражатты қажет етпейтін керемет дәмді салат болады. Мінекей ұзынша турап алдық. Одан соң кішкене тұз қосып жібереміз. Одан соң осындай банкідегі жүгерімізді қосып, майонезімізді қосып, барлығын араластырып аламыз. Жылдам әрі тез дайын болатын мінекей салатымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Сіздер укроппен, петрушкамен сәндесеңіздер болады. Ас болсын, комментарий жазып, пікір қалдырып каналыма жазылыңыз.